Бүгінгі видеода әйелдерін өзгелермен алмасуды қалыпты жағдай деп санаған Чукча халқы жайлы айтатын боламын. Достар, егер сіздер ютубта жұмыс істеп айына 1 миллионға дейін табыс табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Чукча халқы түркі және моңғол тектес болып табылады. Негізінен Ресейдің қиыр шығысындағы Чукотка автономиялық аймағында қоныстанған. Жалпы саны 16 мыңдай адам. Аз санды халық болса да өздерінің адамның болмысына қарама-қайшы келетін дәстүрлерімен әлемге танылды. Чукча сөзінің мағынасы бұғыға бай адам деген мағына береді. Чукотка адамның өмір сүруіне қолайсыз, өте суық, жайсыз аймақ болғандықтан, бұл жақтың тұрғындары ғасырлар бойы үнемі әртүрлі қиындықтарға тап болып, қатал жағдайда өмір сүруге бейімделген. Сондықтан көптеген адамдарда жыртқыштардың шабуылына ұшырап суға батып, немесе аязға үсіп өлу мүмкіндігі жоғары болды. Егер ер адам қайтыс болса, оның балалары мен әйелін, оның туған бауырлары қамқорлыққа алатын. Бірақ бір отбасыда тек бір ғана ер адам болса, үйленген соң қайтыс болып кетсе, балалары мен әйелі жалғыз қалатын. Сондықтан ондай адамдар көпшілікпен топтасып, бір-бірімізге қолдау көрсетіп, бірлесіп өмір сүрсек қана аман қаламыз деп санады. Сол үшін өз дәстүрлері бойынша өздері секілді 2-3 ер адам мен олардың әйелдері өзара достасу туралы уағдаласып келісетін. Сол бойынша олардың әйелдері мен күйеулері өзара ортақ деп саналды. Туған балалары да бәріне ортақ болатын және әрқайсысы өз баласындай қарайтын. Бірақ олардың ортақ отбасы құруларына бірқатар шектеулер болды. Мысалы, жұп құрушылардың жастары шамалас болу керек және өз бауырларынан болмау керек болатын. Олардың әйелдері мен күйеулері арасында ешқандай қызғаныш сезімі жоқ екендігі жайында 20 ғасырдың басында Чукоткаға барған орыстар былай деп жазды. Чукчалар сыйлы қонақтарына әйелдерін ұсынып, өздері жағалау жаққа серуендеп кетеді деді. Оның басты себебі чукчалар аз санды халық болғандықтан, жақын қан алмасу ұрпақты бұзады, ал жат жерлік адамдармен жақындасса, өмірге таза қанды, күшті, дені сау ұрпақ келеді деп санаған. Олар осындай сана сезімде 20 ғасырдың ортасына дейін өмір сүрді, бірақ кейіннен бұл дәстүрі жайлап жойыла бастады. Чукчаларда тағда бір жаман дәстүр болды, ол өз еркімен ажал құшу деп аталды. Қатал климатта өмір сүру әсіресе денсаулығы бұзылған адамдар мен қарт адамдарға ауыр тиетін, сондықтан олар өз еркімен ажал құшып, бұл қиындықтан құтыламыз деп санаған. Чукоткада Ресей билігі орнауымен бұл аумақтағы халық жаппай темекі мен араққа салынып кетті. Бұл айтылған адамдардың дәстүрлері мен олардың жасағандары біздің дінімізде ешқандай да сылтау болып табылмайды және зор күнә. Хадисте Алла елшісі, оған Алланың сәлемі болсын, қияметте Алла өз жұбайын бөтен еркектерден қызғанбағандарға мейірімділікпен қарамайды және жұмаққа кіргізбейді деп атап өткен. Сондай-ақ Алла берген аманатқа қиянат жасап, өз-өзіне қол жұмсау, жаппай зинақорлық пен маскүнемдікте адам баласын екі дүниеде азапқа ұшыратады.